Ассалаумағалейкум біртұтас қазақ елім. Бүгін мен ашулымын. Неге десең, осы қателесіп кетті. Әрбір адам қателеседі ғой. Кеше негізі айту керек еді маған. Мына бейсі 25-ші 26-шы мамыр арапа күні ғой. 26-шы арапа, 26-шы күні. 25-ші күнде істеу болады негізі. Бірақ сол 25-ші күні ұмытып кетіптім да. Енді әлеуметтік желіге кіретін болсақ, 11 мектеп бітірушілер. Олар 11 мектеп бітірушілер не істеп жатыр? Мұғалімдеріне сыйлық сыйлап жатыр, үлкен сыйлықтар. Соның ішінде мен көріп тұрмын. Соның ішінде қымбат сыйлықтар да. Кейбірлері кредитке алып жатыр екен. Оны маған Фейсбуктан көріп отырмын. Енді қазір мен тек қана бір жарты сағатқа кірдім. Осы бейнероликтерді жүктеп тастаймын. Мен бүгін оразадамын, иншалла. Енді мына оразаның сауабы және мына ысырапшыл. Даже мына Асқат Аймағамбетов, мен осы айтпаған тілмен айтқан жоқпын да, бірақ жазбаша жаздым. Жазбаша жазған себебім жазбаша жазғанда мен ысырап келтірмеңіздер. Менің өзімнің ауылымда, Атырау облысы Құрманғазы ауданында бір мектептен естідім. Бізде бағанағыдай тойлауды, сосын мұғалімге сыйлық сыйлауды тоқтатты. Шын болса, қай мектеп екенін ұмытып қалдым. Жаңа ауылда. Ендігі мәселе бұл, бұған әлеуметтік желіде қай мектепте екен білмеймін. Шымкент, Астана, Алматы үлкен сыйлықтар сыйлап жатыр. Ал ол сыйлықтар қалай келіп жатыр? Бұрынғы кезде еске алып кетсеңіздер, өзіміз қалай өстік. Мысалы, жағдайы жоқ шопандар, соның балдары бәрі интернатта болды. Бізде бітқана көп, достар. Шопандар неде болды баяғыда? Сосын интернатта ата-аналары келуге ұялатын еді, баласы бірдеме жасаса. Оны интернат деп тұрған себебім, одан кейін гимназия болды. Біздер бағанағыдай секцияға қатыстық қой, боксқа кішкентай кезімізде. Сонда бізде даже спорт мектебі, стадионға, спорт залға кіргізбейді. Сонда енді бар ғой, күрестен бар, бокстен бар, таэквондо бар. Сонда бізге мектеп-интернатқа барып жүрдік. Сонда көретін едік адамдарды. Ол жақтағы жағдайлары алыстан келеді, қиғаштан келеді. Көрдіңіз ба? Солай біз көрдік. Сонда кейбір кезеңде ол халық үшін жауап бере алмаймын. Өзім, мысалы, бізге ақша берген жоқ қолымызға. Бізде столовый асхана болды, неде, орталықта, базар жақта. Сол базарға барғанда Артур, Нұркен, Бауыржан, Нұркен сосын келді. Артур, Бауыржан үшеуміз барамыз. Сол кезде менде ақша жоқ. Сонда мен қазір кейде ренжимін ғой оларға, мен неге хабарласпайды, мен неге шақырмайды деп. Сосын ойлаймын кейде. Құран оқығанда соларды бағыштап жіберемін. Сонда маған бұлар, сонда сенің ақшаң жоқ қой, сенің андайың жоқ қой деп айтқан жоқ қой. Сонда маған олар пирожки, сочник деген болды, клендер деген болды, сондай беретін еді. Мектепте тамақ ішкен жоқпыз ол кезде біз. Сосын мектеп жайлы айтылып жатыр ғой. Енді екінші мәселе, бағанағыдай мына бізде қазір бүгін арапа күні ораза ғой. Оразада Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда хадистерінде бар екен: көзге, құлаққа, тілге ие бол деп. Көрдіңіз ба? Қандай сауабы бар екен. Соның ішінде бір жылдық бұрынғы бір жылдық алға келер күнәларыңыз кешіріледі. Сосын тағы да бағанағыдай әйелдердің нелері бар, келіншектерге бөлек қой енді бағанағы. Енді бізде оны қосып кетіп жатқан себебім, мен қазір телефонды өшірем. Сол оразадам, тағы бағана ертең құрбан айт болады, мысалы, тірілердің мейрамы да. Енді
шектік жайлы да айтылып жатыр, бірақ ол шектіктің бір шет жағын айтып кетейін. Шектік деген ағайындар, бұл ана өлім тоқталсын деп кезінде қуғын сүргін кезінде, соғыс кезінде құрбан шалылмайды. Сол үшін бағанағыдай өлілерді бағанағыдай соларды еске алып жатырық деп типа сөйтіп ана қалдырған. үш жыл тойлаймыз деп, соны 4 жыл тойлаймыз ба деген сияқты ұмытылып кетеді ол. Бірақ өлілерді жұма күні бірінші күн бар, екінші күн бар, 7 күн бар ғой мысалы, соның бәрінде де еске алуға болады. Ал құрбан айт ол бөлек мейрамда, сол құрбан айтты пайдаланып өлілерді де еске алып жіберуге болады да. Бірақ мал шалыну керек, көріпсіз ба? Сол да. Енді бағана мектеп тағы айтар айтпас, бірақ мен енді айтуға тура келіп тұр. Ысырап деп бағанағыдай мектеп бағанағыдай біздер мысалы бағанағыдай тағы да сол 9 бітірдік, Абай мектебінен бітірдім, Абай атындағы орта мектептен. Содан кейін 9 класс бітіргенде келгенде бізді тентек балдар деп училище, лицей болып кетті. Училище бұлар тентек балдар деп типа бағанағыдай бізбен 9 бітіргенде көше алмай қалғандар болды мысалы. Қазір ондай жоқ қой. Даже мына мектеп бітіріп жатырғандар не үшін оларға подарка деймін да, үлкен подаркалар не үшін, олар не істеп жатыр, не бітіріп жатыр олар деймін да. Құттықанай бітірген ал жақсы, бір 6 медальмен бітіре ғой, бірақ енді ешкім мұғалімдерге бермей жатқанмен де үлкен подаркалар беріп жатыр дейді, көріп жатырық қой. Ал сол подаркалар не керек деймін да, былай қарағанда да. Көрдіңіз ба? Ел аман жұрт тыныш болсын ағайындар. Біздің айтайын деген бағана арапа күні құтты болсын. Екінші ана ысырап бітті ғой, жақсы, бұл 11-ші мектеп бітіп қалды ғой, бірақ келесі жыл тағы болады ғой ағайындар. Сол кезде сондай бағанағыдай тамадалар жалдап, білмеймін, айта алмаймын, бар ғой, без комментарий дейді ғой. Маған да комментарий жазбайды ешкім. Мен соны айтайын деп бүгін сонымен түнімен таңертең кейін айтқым келді. Сосын жаңа ойлап қоямын, айтып жіберейін. Сосын кешке қазір сағат 7 болып жатыр ғой қарағанда. Сол кешке уже бағанағыдай ақшам намазында ашамын ғой аузымды. Сол кезде жұрттар шамалы көрсін дегенім ғой, ысырапшыл болмайық деп. Неге десең, той өлім айтып келмейді ғой. Көрдіңіздер ма? Мысалы молдалық бір қызметті айтып кетейін да, азан шақыруда, азан шақырып ат қоясың да, сол азан шақырып ат қойғанда бізге айтып құлағымызға құйып тұрған құттай кезімізде, қазір біз шамалы бір уағыз айтсақ, осы шықты ғой міне деп, тағы бүйтті сөйтті деп айтады да, уағыз айтпағанда деп. Кеше біреу даже оған алла үшін не үшін мал шаламыз деп біреу жазып жатыр да. Ұятына чешті, көргенсіздер бар екен. Дін жақсы ғой, ислам діні жақсы дамыған, жақсы ғой. Бірақ біздің бағанағыдай мектеп, кеше бір айттым ғой бағана, актив жайлы, тариф жайлы. Мынау енді мектеп жайлы ағайындар. Балдарыңызды қараңыздар. Балдар қазір бағанағыдай не болып кеткен, ұсақшыл, бағанағыдай өліп батады, бағанағыдай ақша керек, бағанағыдай подарка сыйлау деген. Біз ондайды білген жоқпыз ғой. Мен әлі ойланып жүрмін, мамама қандай подарка аламын, бірақ ақшам жинап алып, бірақ күшті бір подарка алып бергім келеді. Көрдіңіздер ма? Қазір деген бәрін сыйлап жатыр ғой, бәрі сыйлап жатыр. Адам баласы деген. Ал біз деген әлі жүрік. Кішкі оқушы балаға не керек гүл деген? Бәле мың тұрады дейді гүл деген. Киімдері бар, қаншама киім киіп жатыр. Кеше нені шығарып қойыпты әлеуметтік желіге, жігіті келмей қалды. Не жігіт емес десе, билейтін адамы мысалы. Балыс түгілі бағанағыдай не дейді, неге де барған жоқпыз бағана. Выпускной бала кіргізген жоқ бізге Абай мектебіне. Лицейден келдік, 7-8 адам, 10 адам келдік. Бізді тентек балаларынан қатарына кіріп кеттім. 9-ға дейін үздік оқыдым. Тентек қатарына кіріп, ол жайлы әлеуметтік желіге де жаздым. 20 жылдық, 10 жылдық, 5 жылдық, 10 жылдық, 15 жылдық, 20 жылдық, біреуіне де барған жоқпын. 20 жылдыққа просто бардым, аттарын анда жазып жібердім. Бірақ қазір айтпай ақ қойын, мен оларды кешірдім. Бірақ та бағанағыдай жаман көзбен қарады ғой бізге, бар ғой. Біз келгенде, біз лицейден келгенде, бізге жаман көзбен қарады олар да. Ойлап қоямын, сонда біз не істедік оларға жаман көзбен қарайтындай. Көрдіңіз ба? Біз қояншық бала сияқты болып көріндік.
ал шопанның балдары, интернаттың балдары бағана жұмыс істеген жағдайлары жоқ. Әлі күнге дейін ондай үйлер бар. Мәзіңкіде үйде тұрғандар бар. Бірақ сондайларға неге көмектеспейміз дейміз да. Андайларға көмектескенше бағанағыдай жағдайлары бар, еще барып бере береді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болса аман болайық, ысырапшыл болмайық.